Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында ерекше дәмді болып шығатын таңғы асты жасаймыз. Енді жұмыртқаны мен тек осы әдіспен пісіретін болдым. Видео ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен табамызға суды құйып, қайнатып аламыз. Енді суымыз қайнағанша бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқаға шым-шым тұзды қосамыз. Жақсылатып венчиктің көмегімен немесе қасықтың көмегімен шайқап алатын боламыз. Егер де сүтті ұнатсаңыз, сәл ғана сүтті қоссаңыз болады. Сіздің омлетіңіз үл-пүлдек болып шығады. Мінекей видеодағыдай барлығын жақсылатып, араластырып болғаннан кейін енді пакетке салып құямыз. Енді омлетімізді қайнап жатқан суға салып, қақпағы болса міндетті түрде қақпағын жабамыз. Сол кезде омлетіміз тез піседі. Шамамен бір 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Қасына кез келген көкөністердің салатын қоссаңыз болады. Менде үйде қызанақ пен ірімшік болғасын, екеуін осылай әдемілетіп видеодағыдай турап шықтым. Мінекей 10 минутта омлетіміз дайын болды. Осындай үл-пүлдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.